мұсылманша, яғни хижри жыл санауы бойынша 1447 жылдың Зулхиджа айының басталуы 18 мамыр болып бекітілді. Арапа күні 26 мамырға сәйкес келеді. Ал айт күні, Құрбан айттың алғашқы күні 27 мамыр болып белгіленді. Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрбан айт мұсылман қауымы үшін ұлық мереке. Бұл ұлық мерекені лайықты түрде өткізуіміз үшін мынандай амалдарға мән бергеніміз жөн. Біріншісі, Құрбан айт күндері Алла тағаланы ұлықтап, көп тәкбір айту. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде мейрамдарыңды ұлықтаумен, тәкбірмен, мақтаумен, құрметтеумен көрікті етіңдер деп бізге өсиет еткен. Екінші, айт намазына қатысу. Жұма намазы парыз болған жандарға айт намазын оқу уәжіп. Айт намазының уақыты күннің көкжиектен найза бойындай көтерілгеннен басталып, бесін намазының кіруіне дейін жалғасады. Ал құрбандықты осы айт намазынан кейін шалу қажет. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлем болсын, біздің бұл күнде алғашқы жасайтын ісіміз намаз оқу, содан соң қайтып келіп құрбандығымызды шалу. Кім осылай істесе, біздің сүннетімізге ергені. Ал кім бұдан бұрын құрбанын шалатын болса, бұл құрбанның отбасына берілген еттен еш айырмашылығы жоқ. Мұның құрбан болуы мүмкін емес деген. Үшінші, құрбандық шалу. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадисінде айтады, Құрбан айт күні адам баласы атқаратын амалының Алла тағалаға ең сүйіктісі құрбандық малын сою деген. Төртіншісі, құрбандық